Бәріңе сәлем достар, сіздермен Мәке ТВ арнасы. Бүгін Oppo A5 2020 жылғы смартфонына обзор жасаймыз. Неге ол 2009 жылдың ең көп сатылған телефондар арасына кірді? Oppo компаниясының кезекті A5 сериясындағы 2020 жылғы смартфоны. 2019 жылы бұл смартфон, яғни алдыңғы моделі 2019 жылдың ең көп сатылған топ 10 смартфонның қатарына енген. Сондықтан бұл смартфонға көңіл аударған дұрыс. Артқы жағы мен жандары пластиктен жасалған, глянцевый етіп. Чехолсыз қолдансаңыз телефонның артқы жағында саусақ іздері көптеп қалатын болады. Саусақ ізінің сканері артында орналасқан, дәл камераның астында орналасқан, сондықтан кейбір кезде саусағыңды сканерге емес камераға қойып қала бересің. Экраны үлкен 6,5 дюймді. Экранның арақатынасы 20-ға 9, разрешениесі өкінішке орай 720-ға 1600. Бірақ бұның жақсы жағы батареяны көп жұмыс жасайтын болады. Экран Gorilla Glass 3 деген технология бойынша жасалған. Ол дегеніміз жай ударларға экраны сынбайды. Максималды яркості жақсы. Процессоры заманауи Snapdragon 665 орнатылған. Тек 3 ГБ жедел жады бар, памяті 64 ГБ-ті құрайды. Бөлек microSD салуға лоток бар. Android 10-ға қазіргі таңда жаңартылып жатыр. Телефон тез жұмыс істейді, оболочкасы жақсы жұмыс жасайды. PUBG сияқты ойындарда қатып қалмай тұрақты жақсы ойналады. Көбірек жедел жадын қаласаңыздар, қосымша ақша қосып A9 моделін алсаңыздар болады. Antutu'да 150 мың көлемде балл жинайды. Бөлек ойын режимі бар. Оны қосқан кезде ойындар одан сайын жақсы ойналатын болады. Телефонда заманауи Bluetooth 5 бар, GPS жақсы жұмыс істейді, тағы NFC де бар. Стереодинамиктерді қолжетімді модельдерде сирек кездеседі, бірақ Oppo A5-те ол бар. Дауысы қатты, сіз әрдайым қоңырау үнін естисіз. Ал егер құлаққапты қоспай видеоны көргіңіз келсе, сіз дыбыс деңгейін сезесіз. Oppo A5-те 1/5 камераны алған. Алдыңғы жақты камераны қосқанда, яғни фронтальный камерасы. Артқы жағында 12 мегапикселі, негізгі камера 8 мегапикселі, кең бұрышты камерасы бар, және қалған 2 камера ол портрет пен монообъективті түсіруге көмектеседі. Бұлай айтқанда пайда жоқ, жай ғана маркетинг. Егер сіз күндіз ашық күнде түсірсеңіз, сізде жақсы детализациясы бар әдемі түстермен жақсы сурет түсіріледі. Қосымша модульдерге келер болсақ, айтатын нәрсе ол көмекші камера портреттің түсіріліміне қатты әсер етпейді. Ал кең бұрышты да сапамен жарымайды, бірақ күндізгі күнде жақсы түсіреді. Түнде өшім мылы, вообще жақсы түсірмейді. Себебі арзан камера десек болады. Бірақ сіз қызықты эффектерге қол жеткізе аласыз. Ең басты артықшылығы ол батареясы. Бұл жерде 5000 мАh орнатылған. Қысқасын айтқанда 2 күнге орташа қолданыста уайымдамай қолданасыз. Кішігірім плюсы ол USB Type-C порты бар. Телефонмен бірге біз 10 ваттағышты, қарапайым құлаққапты және силиконный чехолды аламыз. Сонымен қатар заводтан қорғаныс пленкасы экранға жабыстырылған. Осы видео шыққан кезде осы смартфонға баға 81 мың, 82 мың көлемінде болған. Видеоның соңында қорытындылай келе плюстарын айтатын болсақ, ол флагмандық звук, яғни стереодинамиктер, жақсы процессор, үлкен батарея, NFC, заманауи USB Type-C мен 3,5 мм мини-джек, жақсы чехол. Ал минустары пластикалық корпус, разрешениесі төмен экранның, яғни. Бірақ осының арқасында батарея одан сайын көбірек жұмыс істейді. Достар, лайктарыңызды аямай қойыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, комментарияға жазыңыздар. Сау болыңыздар.